Қазақ әдебиеті газетінің 2022 жылы нөмір 37-45 сандарында Мұхтар Құл-Мұхаммедтің академик заңгер Салық Зиманов өмірбаянына қатысты зерттеулері жарық көріп, жұртшылықты ерекше қуантты. Солардың ішінде академик ұстазымыздың Дінмұхаммед Қонаевпен ара-қатынасы туралы естеліктері жұртшылықты елең еткізді. Осы мәселеге орай есімде қалғандарын жазып отырмын. Біз Шоқан танушылар Салық Зиманұлымен тығыз байланыста болдық. Себебі Шоқан мұрасын зерттей жүріп, Сәкеңе жолықпау мүмкін емес еді. Мұхтар Құл-Мұхаммед мырза Зиманов өміріндегі аса қажетті тарихи деректерді зерттеп жазып, оның Қонаевпен ара-қатынасы туралы мәліметтерді бергені өте жақсы болды. Соған біздің азғантай қосымшаларымыз бар. Мен Салық Зимановтың қол астында біраз уақыт қызмет істедім. Егемендіктің алғашқы жылдарында Сәкең Парасат атты заң қызметкерлерін дайындайтын университет ашқанда мені қызметке шақырды. Алайда мен барғанша бірнеше жыл өтіп кетті. Шет тілдер факультетін ашқанда мен оған декан болып бардым. Көп ұзамай ол мені проректор қызметіне тағайындады. Біраздан соң бірінші проректор штатын ашып, мені осы қызметке отырғызды. Мен осы қызметте 2001 жылдың басына дейін болдым да Испанияға кеттім. Қысқасын айтқанда, Сәкеңнің жанында жүріп Қазақстанның өткен тарихымен, оның ішінде жазыла бермейтін жайттармен біраз таныс болдым. Сәкеңнің сізді 2 рет қызметіңізден босатты. Осы жағдайлар туралы әркім әртүрлі айтады деп сұрағанымда, ол маған былай деді. Мені алғашқы Қазақ СССР ғылым академиясы философия және заң институтының директоры қызметімнен босатудың тарихы мынадай. Бір күні маған орталық комитетте бөлім бастығы Михаил Иванович Есеналиев телефон соғып, амандық саулықтан соң мынадай өтініш жасады. Салық Зиманович, мен сізге бір баланы жіберемін. Сіз соны тәрбиелеп, өзіңізге шәкірт етіп, ғалым дайындап шығарыңыз. Ол қыз бала Женпидің орыс тілі мен әдебиеті бөлімін бітірген деді. Мен келістім және қашан келеді деп сұрадым. 1-2 күнде барады деді. Михаил Иванович айтқан қыз келді. Институттың штатын көрсетіп, қызметке алуға бұйрық шығаруды хатшыға тапсырдым. Сондағы айтайын дегенім, әлгі қыздың фамилиясы Қонаева екенін байқамаппын. Хатшы қызым қипақтап күнде сол қыз туралы бірдеңе айтады. Мен оған да көңіл аудармаппын. Есімде қалғаны, әлгі жаңадан келген қыз таңертең жұмысқа қара Волга машинасымен келеді. Кешке қара Волга алып кетеді деген сөздерге, ол Михаил Ивановичтің машинасы ғой дегенмін. Көп ұзамай хатшым, әлгі қыз анау 2-ші бөлімнен жылап шықты деді. 2-ші бөлім дегені дәліздің қарсы жағында орналасқан КГБ қызметкерлері отыратын кабинет. Олардың бастығы фамилиясын ұмытып қалдым. Мен істеген кездері Женбаев деген жігіт болды. Және басқа да жігіттер маған аға деп құрақ ұшып сәлемдесіп жүретін қызметкерлер еді. Әлгі жайсыз хабарды ести сала жетіп барып, не болды жігіттер дегенімде, олардың айтқаны мынау. Аға, сіз қызметке алған қыздың фамилиясына көңіл бөлдіңіз бе? Оның фамилиясы Қонаева. Оған өткен жылы, яғни институт бітірген соң Дінмұхаммед Ахметович фамилиясын берген. Талдықорғанда тұратын бір татар әйелден туған қызы. Онда тұрған не бар? Бұл жақсылық емес пе? Дінмұхаммед Ахметовичтің перзенті. Қуанышты жағдай. Қызды неге жылаттыңдар десем, Дінмұхаммед Ахметовичтің жұбайы Зухра апайдың бір тапсырмасын орындай алмай сорлап отырмыз. Қонаев Талдықорғанға бір барғанында осы қыздың шешесімен бірге үшеуі фотоға түсіпті. Қыз ол кезде 6 әлде 7-ші класста оқиды екен. Зухра апамыз сол фотоның көзін құрту үшін алып келіп маған беріңдер деп Шевченкоға тапсырма берген. Шевченко сол кездегі Қазақстан КГБ-ның бастығы. Ал ол бізге бұйрық берді. Мына қызға біз жалынып жүрміз, айналайын, бізге сол фотоның ең болмаса біреуін әкеліп бере ғой деп. Қыз көнбейді. Оның шешесі де бір адуын адам болуы керек.
Қыздың жылап кеткені содан. Сәке, қорыта айтқанда, Сәке, бізге де, сізге де тыныштық керек. Бұл қыз мұнда жүргенде бізге тыныштық болмайды. Оны Мәскеу, Ленинград сияқты бір жаққа аспирант етіп жібермейсіз бе? Сіздің қолыңыздан келеді ғой деп ағынан жарылды. Мен жағдайды енді түсіндім. Шынында да бұл қызды бір жаққа асырып жібермесек, біз проблемадан құтыла алмаспыз деп ойладым да, Мәскеудегі философия институтына телефон соғып, бір аспирантымызды алыңыз деп өтініш жасадым. Ондағы ғалым еврейлер Салық Зиманович, сіздің адамыңызды қуанышпен қабылдаймыз деп жылы сөздердің неше түрін айтты. Көп ұзамай іссапар қаражатын бөліп Раиса Қонаеваны Мәскеуге аспирантураға түсуге жібердім. Алайда ол қыз біраз уақыттан кейін аспирантураға түсе алмай қайтып келді. Оның неше түрлі себебі болса керек. Қыз орыс тілі мен әдебиеті мамандығын женпиде бітіргендіктен білімі әлсіздеу болған сияқты. Соны пайдаланып, еврейлер оның орнына өз адамын алып алған-ау. Сондықтан мен оны аспирантураға өзіміздің институтқа түсіріп, стипендиясын 100 сом етіп бекітіп жіберуді жоспарладым. Дәл солай істеп, одан емтихан алып құжаттарын реттеп, аспирант етіп Мәскеуге жібердім. Осылай құтылдым. Алайда соның нәтижесінде Зухраға айыпты болып шықтым. Сол себепті мені философия және құқық институты директоры қызметінен кетірді. Ал қыз диссертациясын қорғады ма? Қазір қайда? Қорғап келді. Осы Алматыда бір жерде жұмыс істейді. Сіздің орныңызға кім директор болды? Менің орныма орталық комитетте ғылым және мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып, көп жыл қызмет істеген отан соғысының ардагері Тоқтағали Жангелдинді әкеліп отырғызды. Оның әйелі сол мен басқарған институтта аға ғылыми қызметкер Қазиханова Батиш Рахимхан қызы деген белгілі ғалым еді. Зухра Шәріп қызы апаң Жангелдинге қарыздар болатын. 1959 жылы Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлендер ақталып, олардың кітаптары жарық көретін болды. Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романы алғаш 1926 жылы басылып шыққан нұсқасында Шәріп Ялимовтың революционер большевиктерді атқылап, көлдің суына тастағаны туралы тарихи мәлімет берілген. Сәкен Сейфуллиннің өзінде абақтыға отырғызған. Сәкен одан бір жанашыр адамның көмегі арқасында әрең құтылған. Әйтпесе, Сәкеннің де ажалы сол кезде болатын еді. Сол тарихи оқиғалар жазылған «Тар жол тайғақ кешу» романының бір тарауы Тоқтағали Жангелдиннің басшылығымен алынып тасталған болатын. Сол әлі күнге дейін толық күйінде жарық көрмей келе жатыр. Ал Шәріп Елимов болса Зухра апаңның әкесі еді. Осындай қылмысты жасырып қалмағанда халық түгел білетін еді. 1973 жылы Жангелдин қайтыс болған соң директор болып Әбділдин болғанын өзің білесің, деп Сәкен бірінші рет директорлық қызметтен қалай босағанынан хабар берді. Біз Сәкенмен Шамалған станциясындағы бір мектепке кездесуге барып қайттық. Дәл осы сапарда мен екінші рет оның қызметінен қалай босағанын сұрадым. Бір күні әлгі Раиса Қонаеваны жылатқан КГБ қызметкерлері келді де, Салық Зиманович, мен жаңа ғана Талдықорғаннан келдім. Раиса Қонаеваның шешесі Дінмұхаммед Ахметовичке хат жазып жіберді. Сол хатты міндетті түрде Салық Зимановқа көрсет. Содан соң ғана Қонаевтың өзіне апарып бер деп қатаң тапсырма берді. Мен таңғалдым. Алайда әлгі хатты оқып шықтым. Бұл хатты әлгі Раиса Қонаеваның Талдықорғандағы шешесі Дінмұхаммед Ахметовичке арнап ауыр сөздер жазыпты. Қысқаша мазмұны мынадай: саған Құдай перзент бермей заржылатып жүргенде мен жалғыз ұрпағыңды дүниеге әкеліп едім. Сен соны бағаламақ түгілі қатыныңнан қорқып ешқандай көмек жасай алмадың. Жалғыз перзентіңе ешқандай жәрдем бере алмай, көлеңкеңнен қорқып жүргенде Зиманов сенің қызыңды кандидат қылып адам қатарына қосты, яғни ғалым етіп шығарды. Сол үшін Салық Зимановичті сенің қатының жұмысынан қуды. Ұятай, не деген масқара? Жарайды, солай-ақ болсын. Басқа қызмет неге бермейсің? Бүкіл Қазақстанды билеп отырып, сенің қызыңды адам қылған Зимановқа қызмет берсең қайтеді?
әлде Қазақстанда қызмет құрып қалды ма? Сен үшін мен ұялып кірерге тесік таппай отырмын. Хатты күтіп отырған жігітке қайтып бердім. Ол сонда: мен енді осы хатты қазір Шевченкоға апарып беремін. Ол Қонаевқа бүгін-ақ жеткізеді. Аға, енді сізге қызмет беріледі, көрерсіз. Менің айтқаным дәл келеді деп шығып кетті. Көп ұзамай Салық Зиманұлы Қазақ СССР ғылым академиясының бас ғылыми хатшысы деген аса беделді қызметке отырды. Алайда 2 жылдан соң бұл қызметтен босатқаны да белгілі. Оның негізгі себебі күрд халқының өкілі Надировке осы қызметті беру керек болған. Оның үстіне Зиманов сияқты емес, Қазақстан басшыларының аузына қарап отыратын, өз ойын айтпайтын адам керек болған тәрізді. Академик Зиманов Қаныш Сәтбаев сияқты ғылым майталмандарымен қатар жұмыс істеген дарынды іскер ғалым. Ол академияны да нағыз ғалым адамша басқарғанды қолдайтын. Шынын айтқанда, ол ғылыми хатшы болған жылдары Қазақстан ғылымы қарыштап дамыды дейді кейбір ақсақалдар. Дінмұхамед Қонаев қайтыс болғанда Зиманов көңіл айтуға барыпты. Соған қатты қуанған Асқар Қонаев жік-жаппар болғаны соншалық көп алғыс айтып: сіз, Салық Зиманович, 2 рет қызметіңізден босатылып, жәбір көргеніңізде ешқандай шағым айтпай, ғылыми қызметіңізді жалғастыра бердіңіз. Көптеген ғалымдар мен қызметкерлер Андроповтың тұсында неше түрлі шағым айтты. Сізде ондай әрекет болған жоқ. Сіз нағыз ғалымсыз, нағыз азаматсыз деп риза болғанын біз Сәкеңнің өз аузынан естідік.